Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен бауырдан өте дәмді, өте оңай, өте тез дайын болатын торт дайындайтын боламыз. Ендеше видеоны соңына дейін көруді ұмытпаңыздар. Бауырды мясорубкаде немесе блендермен жақсылап езіп аласыздар. Содан соң жұмыртқамызды саламыз. Жақсылап осылай венчикпен араластыратын боламыз. Толықтай араласуы қажет. Содан соң тұз салып, жақсылап араластырамыз. Сүт құйып, тағы да барлығын жақсылап араластырамыз. Осы кезде сұйық масса шығады. Енді ұнымызды електен өткізіп қосатын боламыз. Артық ұн қоспайсыздар. Бізде сұйықтау масса шығуы қажет. Жақсылап араластыру керек, асықпай. Содан соң ең соңында сұйық майымызды құйып, тағы да барлығын жақсылап араластырып аламыз. Майымызды толық араласуы қажет. Бізде осындай сұйық масса шықты. Енді табамызды қыздырып пісіретін боламыз. Табамызға астына кішкене май құйып, осылай блинни пісіргендей пісіре бересіздер. Өзі тесік-тесік болған кезде пісті деген сөз, екінші бетіне аударасыздар. Осылай барлығын пісіре бересіздер. Енді бізге арасына начинкасына сәбіз қажет. Осылай терканың ірі жағынан өткізіп алсаңыздар әдемі көрінеді. Және де пияз қажет. Пиязымызды жіңішке етіп тураймыз. Қысып тұрған табамызға майымызды құйып, пиязымызды салып, жақсылап қуыратын боламыз қызарғанша. Енді сәбізімізді салып, тағы да барлығын жақсылап араластырып қуырамыз. Дәміне қарай тұз, қарабаш қоссаңыздар да болады. Осымен начинкасы дайын. Мен тұз, қарабашын кейін салдым. Барлығын жақсылап араластырып алатын боламыз. Дәміне қарай қосасыздар өздеріңіз. Майонезімізге чесногымызды осылай үпкіштен өткізіп қосатын боламыз. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде чеснок қосу қажет. Осылай барлығын жақсылап араластырып аламыз. Дәмі біркелкі болу үшін бізге осы чеснок, майонез, начинкамыз және де бетіне әрлеуге бір жұмыртқа, және де осы бауыры қажет. Осылай шықты, өте әдемі болып. Енді тортымызды жинайтын боламыз. Осылай ең астына бірінші майонезімізді жағатын боламыз. Содан соң начинкамыз саламыз. Барлығын осылай қайталай бересіздер. Өте оңай. Майонез осылай орташа мөлшерде қосасыздар. Енді барлығын жинап алдым. Бетіне де азырақ майонез жағып, теркадан жұмыртқамызды өткізіп қосатын боламыз. Бетін әрлеу өз еркілеріңізде. Және де осылай укроппен сәндесеңіздер болады. Осылай біздің тортымыз дайын. Өте оңай, әрі тез дайындалды. Видеоны лайк, комментарий қалдырып кетіңіздер. Дәмі деген енді керемет болып шықты. Кез келген дастарханға қоя бересіздер. Кескен кезде разрезі осылай болды. Мен сразу кестім. Тұрған сайын өте әдем болады. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Баршаларыңызға ас болсын.